Сәлем достар, қалайсыңдар, жағдайларыңыз жақсы ма? Бүгін мен сендермен осындай сочный болатын мантымның рецептімен бөліскім келіп тұр. Сонымен рецептін сақтап алыңыздар. Неліктен менікі осындай сочный болып шығады, қатты, өте дәмді болып шығады достар. Ал кеттік. Қамырымызды 2 жұмыртқамен қатты қып жақсылап илеп аламыз. Қамырларыңызды қатты қып елесеңіздер, былжыратпай, мантаваркада піскен кезде әдемі қатты болып шығады. Жұп-жұқа қып жайсаңыздар да, в общем, күшті болып шығады. Пакетке ораймызда осындай бетін жауып қоямыз. Содан кейін достар, әдемі болып тұрған асқабағымыздан киімімізді шешіп тастайық. Сонымен үлкен осындай пышақты аламыз да, осылай шауып шықсаңдар, сыртындағы несі жұп-жұқа болып алынады. Кессеңіздер қалың болып алып тастайсыңдар достар, сондықтан осылай ұрып шығамыз. Жақсылап тазалап болғаннан кейін жақсылап жуамыз асқабағымызды. Тағы да үлкен пышағымызды аламыз да отырып тураймыз. Мантыға турағандай қылып. Сондықтан достар, тураған кезде майдалап әдемілеп тураңыздар. Начинкаңыз дәмді болып шығады. Үлкен-үлкен қып турамаңыздар. Басқалардай. Ал асқабағымызды әдемілеп турап алдық достар. Содан кейін мына жылауымызды аламыз да жылап аламыз кішкене. Жыламасақ тамақ пісіргенде болмайды. Пиязымызды аламыз, 5-6 пиязды турап тастаңыздар. Пияз көп болған сайын начинкаңыз сочный болып шығады. Ал жылап пиязымызды турап тастадық, фаршымызда дайын достар. Қараңыздар қандай әдемі болып шыққан. Туп-ту, оппаля, міне. Қандай дайы сочный болып тұр, қараңыздаршы достар. Фаршымыздың секретін айтайын ал енді достар. Фаршымызға туз, қара бұрыш, жарты столовый ложка қант қосыңдаршы достар. Не үшін дейсіңдер ма? Фаршымыз, начинкамыз сочный болу үшін. Осындай пиязды көбірек қосамыз, жарты столовый ложка қантты қосамыз да, содан кейін сочный болады достар. Содан кейін сұйық май қосыңыздар. Сұйық май қосып, барлығын қолыңызбен араластырыңыз. Қолыңызбен араластырғанда үстін бетін басып араластырмаңыз. Бетіп қолыңызбен әдемілеп араластырыңыз. Бассаңыздар барлық начинка жабысып, ішіндегі асқабақ барлық ет, содан кейін сочный болмай қалады. Араластыруында секреті бар достар. Содан кейін осылай араластырыңыз. Қамырымызда дайын болыпты, иық деген қаныпты. Аламызда зуала қамырымызды жұп-жұқа қылып аламыз, әдемілеп кесіп аламыз.
Адамдар достар әртүрлі қылып жаяды, әртүрлі қылып кеседі. Мен осылай кесемін, маған осылай ыңғайлы достар. Мен андай ұйғырша қылып өріп шыққаннан кейін не дейді, өрет дей ма, андай қолымен әдемілеп өріп шыққаннан кейін соны қатты сондай манты жақсы көремін достар. Содан кейін өз құлағыммен осылай қылып кесемін. Мантаваркамызды аламыз, жақсылап сұйық маймен осылай майлаймыз. Майлағаннан кейін барлық қамырымыз дайын, ал кірісеміз. Достар, қолдарыңыздан осындай бүгі келмесе, пластилиннан үйреніңіздер. Мен сендерге айтайын бір опытым бар. Мен үйренгенім пластилиннен үйрендім. Осылай қып видеоға жақынырақ сендерге специально көрсеттім. Осылай өріп пластилинға үйренсеңіздер болады. Достар, барлығы жақсы болады, келіседі. Кімнің қолынан келмейді, бәріміздің қыз-келіншектердің бәрінен қолынан келеді. Сондықтан оп-оңай осылай аламыз да фаршымызды саламыз. Екі жақты әдемілеп аламыз да, осындай камераға көрсеткендей әдемілеп қысып, екі шетін қысып жүре бересіңдер. Еш қиыншылығы жоқ, осылай қып үйресіңдер, бөгесіңдер. Сосын осылай екі шетін басып қойыңыздар, топ-томпақтау мантыларыңыз болып, әдемі болып шығады. Екі шетін басқаннан кейін. Осылай міне. Ал мантыларымыз бөккенше ой, кішкене алдым да, кішкене деген жатып алдым. Қазанға 45 минутқа қойдық. Ыстық мантыларымыз дайын достар. Аламыз да біреулеп алыңыздар, әдемілеп достар. Ешқашан төңкермеңіздер, басқалар істейтіндер. Біреулеп аламыз, осындай сливочный майымызды аламыз да, вилкамен бетіне осылай жақсылап жағып шығыңыздар достар. Ерінбеңіздерші, өтініш. Әдемілеп подача берем десеңіздер достар, осындай майлап шығыңыздар. Ал достар, мантым дайын, сочный. Істеп көріңіздер, жасап көріңіздер. Айтқанымыздан бәріміздің қолымыздан келеді достар. Ысылай специально алдым бір мантымды көрсеттім достар. Ішінде соғы қалай ағатынды. Осыны мантыны мен манты деп ойлаймын достар. Міне қараңыздар. Қатты, дәмді, өте күшті дәмді болады достар. Құрғақ болған манты емес. Ал менімен бірге болғаныңызға көп рахмет достар. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Пока-пока.